Баршаңызға қайырлы күн. Семей қаласының нөмір 19 орта мектептің 4 сынып оқушысы Қанатқали Инабат Мақсатқызы. Абай атамыздың 175 жылдығына орай ұлы ақынның 15 қара сөзі. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниедегі ешбір нәрсенің қызығын көріп жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін ізденген кезде өмірдегі ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздегенде екен дағы. Оған бұл өткен өмірінің өкініші де жоқ болады. Есер кісі орнын таппай, не болса сол баянсыз бағасыз нәрсеге қызығып құмарланып, өміріндегі қызықты, қымбатты шағын итқорлықпен өткізіп алады.